22-ші аудио мәтін. Наурыз туралы хикая. Ерте заманда қазақ елін әлсін жау шауып, ел басына ауыр күн туыпты. Сол кезде Наурыз деген қария өзінің елін жаудан қорғануға ыңғайлы, мал жанға жайлы бір аймаққа бастап апарып, сол жерде қыстапты. Сол жылы ел азаматтары жауды жеңіп, мал жан қыстан аман есен шығып, ел жұрт мәре-сәре болыпты. Наурыз қария үлкен есепші астроном екен. Ол күн мен түннің теңелген, жер бетінің бусанған күні 22-ші Наурызда ерте тұрып, елін аралап, бүгін ұлы істің басталар күні. Күн мен түннің теңелген, бота боздап, қой қоздайтын қасиетті күн. Жан жануар, өсімдіктердің өсіп өнетін, жер анадан қуат алып, ерекше күйге енетін күні. Сондықтан барлық үй той жасаңдар деп әмір беріпті. Сонда қарияға кемпірі: «Ау шал, еліңе той жаса дейсің. Қысылып қыстан әрең шыққан жұрт тойды несімен жасайды?» деген екен. Сонда қарт: «Той қызығы байлық пен қарын тойдыруда емес, қайта көңіл көтеріп рухани азық алуда. Көппен бірге көңілді отырып ішкен бір ұрттам қара су мен бір аяқ көженің нарқы, есерлікпен өткізген 40 күндік сауық пен 40 жыл жиған байлықтан артық. Ал енді кемпір, отырмай сен де қабыңның түбін қақ» депті. Қаптан бір кәрі жілікпен бір кесек ет шығыпты. Оны көрген қария кемпірін мақтап: «Жарайсың кемпірім, кәрі жілікті қарияларға тарт. Қалған еттерді турап, көжеге салып жібер. Және көжеге арпа, бидай, тұз, құрт, айран, қатық сияқты 7 түрлі дәм қосылсын. Кәрі жілік бабалар дәстүрін жалғасын. Дән өсіп өркендеуіміздің белгісі болсын. Су мен тұз ұрпақтарымыздың дәм тұзы жарасып, мәңгі тату тәтті өтуіне дәнекер болсын. Айран қатық, айрандай үйіп, басымыздың өмірлік бір болып, ақ көңіл адал ниетте болуымыздың куәсі болсын. Бүгінгі осы той тамағынан дәм татқан үлкен кіші, кәрі жасқа түгел бір жас қосылып, осы той әр жылы дәл осы күні әрбір отбасында міндетті түрде өткізіліп отырсын деген екен. Сөйтіп Наурыз қарттың елі қап түбінде қалған еттерін түгел қазанға салып, ұлан асыр той жасап көңілдерін көтеріпті. Тойға шақырушының бірі Алаша ханға барып: «Тақсыр, сізді аулымызда өтетін тойға шақырып келдім» депті. Хан одан: «Ау, бұл қай уақытта жасалған той? Той деген жаз бен күзде жасалмаушы ма еді? Ол кімнің тойы?» деп таңдана сұрапты. Сонда жігіт: «Наурыз деген қарияның тойы, Наурыздың тойы» деген екен. Сөйтіп сол той Наурыз тойы, 7 дәмді біріктіріп жасалған көже Наурыз көже. Той өткен ай Наурыз айы аталып кетіпті.